Қонақтар, ассаламу-алейкум. Июнь айындағы Тоқаевтың президенттің жарлығы 30% төленбей жатыр. Әділетсіздік. Және де бір етністі алып тастады, о да әділетсіздік. Ендігі мәселе тағы 60% машинамызда тозған. Не дейсіздер осыған? Болды, айта беріңіз. Қазір уақытта шараға жедел жәрдемде жылу мәселесі, газ мәселесі договорға тұрмаған. Оның құжаттарын қазір уақытта табылмай жатыр. Аудандық ауруханаға барамыз, білмейміз дейді. Мына қыс мезгілі басталуға санаулы күндер қалды. Және бір айдан 2 айға жуық уақыт болды. Бізде газ жоқ. Одан кейінгі мәселе тазалықшы мәселесі. Тазалықшы қазіргі уақытта қазіргі уақытта шешілмей түйін болып тұр. Мекемеде күндізгі уақытта 5 күндік 8 сағаттық тазалықшы 4 қызметкер бар. Оның қазіргі уақытта бір қызметкері бала күтімінде 6 айға демалысқа шыққан. 2 қызметкері жаңағы бірінен бастап және 27-сінен бастап еңбек жарамсыздығына шығып кетті. Соған байланысты қазір бірақ қызметкер жұмыс істеп жатыр. Ол қызметкер Шоланова Айжан деген, басқа қызметкер жоқ. Бүкіл ауланы, зданияны тек бір өзіне жүктеліп жатыр. Осыны шешіп берсеңіздер. Жаңа фельдшерлерді айтсаңыздаршы, Бізге машина ремонтшы деп ескі машиналар беріп жатыр. Сол ескі машина ішінде роди қабылда деп айтып жатыр ол. Біз қалай қабылдаймыз ол родиді, ол машина ішінде? Балаға жылулық керек. Біз өзіміз жаурап жатқан ол бала қалай жаурамайды дейсіздер ол машина ішінде? Еще біз машина алып шақырсақ жібермейді машина дополнительный. Насилкасы жоқ, насилка жөндемez оның ішінде. Терезелер жабылмайды, ол жаураймыз, біз өзіміз жаураймыз машинада. Менің тікелей сұрағым бар еді. Мынау профсоюз мәселесі тағы да көтеріліп жатыр, өткенде де айтылған. Профсоюзға кірмесеңдер лиш пособие төленбейді дейді. Сол қандай заңда ол нақты көрсетілген ба? Төленеді, төленбейді деп. Профсоюзға кірсе де, кірмесе де лиш пособие төлену керек па, керек емес па? Дұрыс па, ұжым, не дейсіздер оған? Дұрыс. Осы мәселені шешіп берсеңіздер, тек профсоюзға кіргізу мақсат па әлде? Екі фельдшер жағына айтсаңыздаршы, нақты керек. Жалғыз болып жүрсіз деп айтасыздар, екі фельдшер айтсаңыздаршы, фельдшерлікке шығады. Айтып білмейді, 450 бойынша айтса? 450 бойынша, бұйрық бойынша 2 фельдшерден жүреді деген. Қайда о 2 фельдшер? Санитарканы алып тастаған, роди қабылдағанда бір өзіміз қақа барамыз. Родзалда бір туғызып отқанда 4-5 туғызады. Соларды шешіп беріңіздер. Форма жөнінде де. Мына бізде тұрып қалған, себепсіз тұрып қалған машинаға ақы төленбейді дейді. Ол себепсіз ешқандай машина тұрып қалмайды. Бізге керекті материалдарды және машинаның запчастарын жеткізіп бермесе, оған біздің фельдшерлерге және врачтарға, жүргізушілерге ақы төленбейді. Ол өздері керекті затпен қамтамасыз ете алмаса, өкіметтен бөлінген затты бізге керекті бөлінбесе, о, біздің қандай кінәміз бар? Оған кім жауапты? Кім жауап береді екен оған? Және мына бізде дәрі-дәрмек мәселесі, уже бізде 3 ай керекті дәрілер жоқ. Дексаметазон, преднизолон және де халыққа біз қызмет көрсеткен кезде осы дәрілерге біз мұқтажбыз. О, халыққа керек. Біз осы дәрілерсіз барып, науқасқа көмек көрсету кезінде бізде жоқ болып қалады, осы дәрілер жетіспей. Біз сол кезден сондықтан науқастарды тасымалдаймыз, бірақ керекті көмекті көрсетеміз. Түркістан облысынан біз дәріні сұраған кезде бізге ешқандай дәрі жеткізіп бермейді, сұрауымыз болса да. Және де дәрі жеткізіп бере алмастан бізге әрқайда шағымдана бермей, бізге шығыңыздар. Біз оларға шықсақ, бізге ешқандай бөлінбейді. Кім осыны қамтамасыз етеді деген? Кімде бар тағы да сәл қосып жіберетін. Ішіндегі нәрсені айтыңдар, бекерге барып мерде совет айта кислород. Мына мәшіне бұзылса, төленбейміз дейді. Мәшінелеріміз ескілген. Ол не қала, мәшіне бұзылса біз виноват болмаймыз ба, мәшіне? Запчас айтыр жібереді, механик келгенше 1-2 күн уақыт өтіп жатыр. Ол біз виноват, кейбір кезде мост, коробка ма бір бәле бұзылады. Оған біз виноватпыз, оған төленбейміз деп жатсыз.
соны шешіндер. Толық төленбейміз дейді. Мына жерде барлығымыз ертең отбасы үшін, семья үшін жұмыс, барлығымыздың басымызда кредит бар, төленбейтін қарыздарымыз бар. Ертең соларды сонда әр сменге келген кезде 1000 теңгеден төленеді деді. Түнде машина жүрмей қалса төленбейді. Сонда ертең қалай біз отбасын асырауымыз керек, кредитті жабуымыз керек? Қалай болмақ бұл? Мен мынау жедел жәрдем бекетінің осы Түркістан облысына өткелі механик болып істеймін, атым Алтынбаев Серік. Мен осы мәселеде осы скорыйдың кем кетіктерін басшыларға біз осы 300 километрден барамыз айына бір рет отчетқа. Сол кезде басшы не алдында адам болып жиналыста отырады, не жиналысқа кетіп қалады. Ал замдарына тағайындайды, зарындары шешпейді еш нәрсені. Құры тағайындайды, құры қайтамыз. Запчастың өзі проблема, қазір енді ол жетпегенде, мына қазір бұйрық шығарыпты. Сол бұйрығында көрсеткен жаңа машина, жаңа шофердің кінәсі болса осылай, жұмыс берушінің кінәсі болса. Бұл жерде барлық жұмыс берушінің кінәсі. Себебі бұл жерге 300 километрден бұлар жеткізіп жатқан жоқ. Біз қалай, мынау бір запчаст сынса, қаяқтан ояқтан келем деген қанша уақыт кетеді. Бұл жақтан жіберу керек, келу керек. Мына жерде запчасттардың ценасы көрсетілмеген, бізге накладумен әкеп берсін. Өйтіп ақыры заң талап етеді ма? Заңмен накладумен әкелсін. Кейін бұл жерде көп жаңағы тәртіп бұзылып жатыр. Негізі жұмыс осы жерде жұмыс беруші бірінші жұмыскерлерді қамтамасыз ету керек. Жұмысты талап етеді, алды арты жоқ, жұмыс талап етіп жатыр. Төрде жаңа бұйрық қана 2 фельдшер болу керек. Министр мырзалар, мысалы жоғарыдағы мына басшылар, бұл тек Түркістан басшысына емес, бүткіл басшысына. Егізбаев мырза, сіз в общем біз арызданып, осылай да шығып жатырық, а сіздер келіп алып жаңағы басшыны қолдап, жұмысын не үшін шырылдап жатыр? Келсін комиссия дейміз. Мына жерде мына Кентау ауданында мысалы лобовойды шоферларға алдырыпты да, механиктен сұрап отыр. Ол лобовойдың тасы ұшып жатыр, оны қалай қайтарып алады? Ол лобовойды қалай қайтарып алады ол? Жаңа машина лобовой кетті, бір күннің ішінде жаңа машина лобовой кетуі мүмкін тас ұшса. Ол әр нәрсені бұл мақсат бұл жерде мен түсініп отырмын, эконом, бәрін жұмысшылардың мойнына ілу, сондай болып тұр ғой бұл жерде бәрі. Мемлекеттен бөлінген қаржының уақытылы бөлінсін бізге. Кейін мынау жаңадан мынау жедел жәрдем бекетіне ол көп ақша бөлінеді. Өмір ақша жоқ. Не мысалы осы жақтан барған немізді аламаймыз да. Командировочный дейді. Ол командировочный аяқтан кейін береміз дейді. Уже 3-ші ай болды, әлі командировочный жоқ. Біз қалтадан барып жатырық ояққа. Бұны айта берсең көп. Мына газдың мәселесі. Қанша уақыт болды? Газда договор жоқ деп, мына газдың жаңағы орталық несі договор жоқ деп нені өшіріп тастады газды. Бұл жерде біз суткалап жұмыс істейміз. Күніне мысалы жұмыс тоқтамайды бізде. Неғып соны шешпеймін айтып жатыр, оларға мысалы бәрібір себебі өздері жағдай жақсы шығар енді. Сол үшін біз ойлап отырмыз, жаңа қыс келіп жатыр, котельный жылудың мәселесі мысалы, осыны шешу керек. Машиналар қысқа дайын емес. Аккумулятор осынға шейін мына жаңа неғылған кезде, бөлінген кезіңізде барлық машинаға жазып бердік керекті заттарды. Ешқандай зат келген жоқ. Сынып қалған кезде ғана береді олар. Бұл қалай сол кезде? Сол кезде бұл мынау бұзылған машина ақы төленбейді дейді. Бұл қаяқтан шығарып алған, бұл жерде жаңағы сіздердің жаңа қойып отырған жаңа ниеттеріңізде 112-ші бапта көрсетілген, бұл жерде ұжымдық шартта, еңбек шартында жаңа не қылу керек деп, көрсетілу керек деп. Бұл жерде ұжымдық шарттар жоқ ол сіздердің көрсетіп отырғандарыңыз. Сондықтан бұл жерде көп заң бұзушылық басшылардан болып отыр. Сол басшылар жақсылап қолға алып, осы заң аясында тексерсеңіздер болар еді. Ал бізді қазір еңбек инспекцияға шағымдандық. Оның жауабы міне бұл жерде ақшаны қысқарту болып жатыр мақсат. Біздің өзіміздің ойымыз, біз алдында осы мына завредность деген бар. Завредностьті төлемеген осы жаңа басшы келгенде главврачтан төлемей оған тоқтады. Сөйтіп ұжым болып шағымдап еңбек инспекциясы келіп, олар 106 бұзған деп соны төлетті жаңағы не. Осы зат жаңағы нені тексеріп, жоқ, ана нені не дейтін енді аттестаттан өткізіп осы заттан жаңағы ненің бәрін сөйтіп төлетті. Келді де міне осы жаққа өттік, неге Түркістан облысы болып өттік. Біз қуанып едік, Түркістан облысына өткеннен кейін бір жағдайымыз жақсаратын шығар. Біздің осы жұмысшылардың жағдайы істейтін 2 фельдшер болатын болды деп қуандық. Сол бір фельдшер сол жаңағы бұл вообще жауын болып кетті. Запчасть мәселесі жету қиын. Ал мынау жұмысшыларды мынау жоғарыда жаңағы корпусқа бөлген қазір 1190 жаңа қаулысында. Сол жерде Д корпусына енгізбей тұр бізді. Еңбек инспекторының жауабы, еңбек инспектор телефонда сөйлескен кезде ойбай Д-ға
жаңағы ену керек дейді. А біз сол кезде кім біз сол кезде? Шоферлар кім сол кезде? Бұрмалап жатыр, бұрмалап. Үкімет те бізді шетке шығарып тастаған болса, қалай сол кезде? 30% ел, президентіміз айтып отыр, соны қосқан жоқ жүргізушілер осы уақытқа шейін. Завредностьті тағы қысқартты, еңбек инспекциясы тағы да жаздық. Осы жаққа өткен атау өзгертіп, мынау бұл жерде алдыңғы 7 ай алдыңғы қорытынды жоққа шығарды. Ол қорытынды 5 жылға берілген деп айтылып кеткен осы жерде. 5 жылға шейін завредность берілу керек деп бізге. А енді ата өзгертіп завредность қайық кетіп жатыр. Бұл жерде эконом ба? Эконом бар. Кейін тағы бір айтып кететін, еңбек инспекциясының алдыңғы жауабында тұрған жедел жәрдем бекетінде 9 автокөлік, 9 бригада күнделікті жұмыс істейді деген. Ал Түркістан облысына өткен кезде ол автоматически 10 болып кетті. Біздің ойымыз сол жаңалығы 10-шы жаңағы бригадаға ақша жеткізу үшін біздің ақшамызды қысып жатыр деген күдік бар. Осыны еңбек инспекциясына жаздық. Еңбек инспекциясының жауабы, иә, мына жаққа өткен кезде 10 болып өтіп дейді. 10 болып өткен еңбек инспекциясы біз өзіміз жазып отырмық қой. Нағып 10 болып кетті, біз 9 еді. Соның есебінен біздің айлығымызды қысу мақсатта осындай қатты эконом болып кетті деп жатыр. Осы мәселені тексеріп, мына тиісті органдар жаңа не қылсаңыздар. Кейін жаңалдегі мына жұмыстың айлығын қысқарту мәселесі, жаңа машина тоқтап қалған кезде ол жерде басшы мына аға фельдшеріміз барған кезде оны прокуратура, еңбек инспекция департаментпен ақылдасып осы бұйрық шығардым депті. Бірақ оның түбінде бір келісім жаңа еңбек инспекция прокуратуралардың мен жерде қолын көрмеді. Сондықтан сол құрметті мынау заң қадағалаушы прокуратура мекемесі осыны жақсылап қарап берсеңіздер, себебі еңбек инспекцияларға біз сеніміз сенбей қалдық уже. Себебі біздің уәжімізді нақты жауап бермеді, бұрмалап беріп жатыр. 30% осы президентіміздің жаңағы тапсырмасын жүргізушілерге бермеген деп тұрып, ол алады да жүргізушілерге осындай коэффициент, біз коэффициентін сұрап тұрған жоқпыз. Біз нақты 30% бермек, соған жауап берсін. Болды. Соны қаласаңыздар. Қарсымыз ба? Қазір сәл бір не болса, анау ойбай жаңағы ваххабист террористке теңеп, адам халықтың бәрін шулататын осындай өзі жаңағы мемлекеттің мекемесін жеке өзінің жаңағы мекемесін айналдырып алған себеп па, осындай түсінбеушіліктен осы халық міне осы халық бүткіл ұжым осы жерде келіп осы уәжді айтып отыр. Осы себебі бізде амал жоқ басқа. Себебі арыз жазасын, ол арыздың келемесі 2 ай өтеді. Ешқандай бір қорытынды жоқ, өтірік жаңа жауапқа нақты жауап жоқ. Бұрмалап басқа жақтан айналып келеді. Осын сол үшін амал жоқ. Осы Facebook желісіне шығады осы. Соны бүткіл орган көрсін, бүткіл Қазақстан көрсін. Бұл жерде біз дамып кеткен елдің қатарына кіріп жатырық. А бізге жағдай жоқ. Машинаны көрсеңіздер қысқа дайындық жоқ. Аккумуляторын да аламаймыз, тасуын да аламаймыз. Кеп алып енді ақырында мынау міндеттемеміз де біздің шофер жаңа ненің моторын істеу, ходовкасын істеу ондай жоқ міндеттеме. А біз осы жұмыс жүрсін халқымызға қызмет қылайық деп істеп оны сұрап жатқан да жоқпыз. А енді кеп алып бұлар кеп алып рахмет жаңағы жұмыс істеп жатсыңдар деудің орнына келіп алып қысқартамыз. Машина бұзылып қалса айлық тоқтайды деп жатыр. Ол қалай сол кезде? Біз қолдан келгенше істеп жатырық. Бізге запчастьін уақытылы жеткізбесе, алдын ала біз жазып берген нәрсені бермейді, мысалы, берсін де алдын ала. Бар затты біз өзіміз үшін эконом қыламыз. Себебі бізге де жақсы. Жаңағы жұмыстың жүрген бізге де жақсы. Кел Түркістан Құдайдан қорқыңдар, Құдайдан. Екі фельдшерден 450-ші бұйрықта денсаулық министрлігінің бұйрығында шығарылған, басқа барлық жерлерде екі фельдшерден жүреді. Бірақ бізде әлі бір фельдшерден, және бізде 2012 жылдан бері жүрген көліктер бар, УАЗик автокөліктері. Олардың ішінде жылу немелері, жүйелері жоқ. Әлі ештеңемен қамтамасыз етілмей, ертең науқасқа барған кезде, қазір бұл машинаға келіп көрмесеңіздер білмейсіздер. Ішінде науқасқа барған, науқасты ауруханаға тасымалдау кезінде түнгі уақытта салқын болады. Сондықтан сау адам оның ішінде ауру болады. Және сол машинамен біз жүкті әйелдерге барамыз. Жүкті әйелдер ішінде босанып қояды. Соның ішінде сол кезде тепловой сепочка бойынша біз оның жылу жүйесі жоқ. Ана мен баланың денсаулығына зиян келуі мүмкін. Сондықтан осы мәселені қадағалап бізге керекті жағдайды жасап берулеріңізді сұраймыз. Және де бізге сол көліктерімізді барлығын жаңартып, сол барлығын қадағалауыңызды сұраймыз. Мына жерде және жедел жәрдем болғаннан кейін өзінің жаңағы науқас ауру болғаннан кейін 14 түсінеміз, бірақ тезірек жету керек дейді. Жолда мысалы қалай тезірек біздің сирена, мигалка деген мәселе осы өткелі біз жазып бергенбіз қасымнан кейін. Оны ешқандай бізге әліге шейін қамтамасыз еткен жоқ. Біз скорый болғаннан кейін барлық полный спец машина ғой, сондай ғой. Біз амал жоқ. Мына жүргізушілер өздері қалтасынан алып салып жатыр. Оны біз барып алып, біз қалтамызды шығарып тұрған жоқпыз. Мынау бас дәрігеріміз Мейірханұлы. Мына старшийымыз барған кезде Сарыағаштың механигі запчасть сұрай береді, ақша сұрай береді. Мынау
бірінші білсін да, ол өзі білмейтін нәрсе не алады, білсін. Бір затты бұл жерде, біз бұл жерде қазір әр нәрсені мысалы мына жерге ұстасына апармасаң, электричество қазір бәрі жерде. Оны апарған, оның бәрін жазып жатқан жоқпыз ғой. Біз өзіміз қалтадан шығарып осы жұмыс жүрсін деп жүрсек, ол азда келіп алып жаңағы Сарыағаштың несі запчасть сұрай береді. Не айтып отырмын, келсін, тексерсін, әр затты көрсін осы жерде. Ол жерде отырып, ол дұрыс емес. Сондай бола ма мысалы, жұмыс жүру үшін бұны запчасть алмасақ, машинаны сол кезде, мақсат сол кезде өзіміздің қалтамыздан алу керек болып жатыр ма? Соны нақты айтсын да, өздерінің қалтаңнан алыңдар, запчасть бермейміз. Тендер дейді, тендер дейді. Тендер бізге көрген емес, ол тендер жоқ деп қойып жүрген болмайынша, оның да заңда бір жолы бар шығар. Заңда жол бар шығар. Тағы да мен тікелей сұрағым бар. Мынау жедел жәрдем бекетінде сентябрь айында жаңағы нелер жетіспеді, фельдшерлер жетіспеген себебі жаңағы қосымша сағат аламыз, жалақыларымыз әр айда әртүрлі өзгеріс болады дейді. Бухгалтерияға барсақ, бухгалтерияда айтады, бәрін дұрыстап береді. Себебі біз тек медицина мәселесін оқығаннан кейін соны ғана түсінеміз. Ал бухгалтерия мәселесін біз түсінеміз бе, айтыңыздаршы? Жоқ, түсінбейміз. Содан кейін біздің айлығымыз әртүрлі. Мысалы, кешегі айларда тазалықшыларымызға 54 мың теңгеден түсіп жатқан, жалақысы қолына таза түсетіні. Ал қазіргі айда 51 мың түсіп жатыр. Ал фельдшерлерімізге де дәл сондай өзгерістер болып жатыр. Бір штат бірлігінен көп істелсе, сол ақшаны алады. Ал жаңа көп істесе 2 мың теңге артық алады да, ал жаңа бір ставкада істесе 2 мың теңге кем алады. Сонда 24 сағат істегенде 2 мың теңге ма? Тағы да бір сұрағым. Дипломы фельдшер, сертификаты фельдшер, бірақ бұйрығы жаңағы дәрі тарқатушы, укладчик дейді. Сондай мамандықпен отқан қызметкерлерді фельдшер қызметіне кезекшілікке тарттық. Ал баянхатпен шықтық. Баянхатпен шыққан жағдайда бізге приказ, біз таң ата сағат 9:30-да жібереміз, пошта арқылы. Ал поштамен олар түстен кейін сағат 5-ке жаңағы 40 минутқа, 5-ке 40 минут, 20 минут қалған уақыттарда жауап беріп жатады. Сіздің мына қызметкеріңіз шақыртуға баруға ақысы жоқ. Оның бұйрығы тек қана дәрі тарқатушы дейді. Мына өзіміздің мемлекетте дипломы фельдшер болып тұрып, сертификаты фельдшер болып тұрып, ол қызметкерлерге шығуға ақысы жоқ па заңда? Нақты көрсетілген ба? Әлде эконом ба? Сол күні біздің бір автокөлігіміз, жүргізушіміз іште жаңа 16 сағатта демалып жатты. Ал бір скорыйымыз себепсіз ба? Ол себепсіз деп ойлаймын. Қызметкер табылмағанына байланысты біз дәрі тарқатушыны қойсақ, ол қызметкерді жаңа болмайды деп қайтарып жіберді. Бір скорыйымыз іште жатты. Сонда сол күні қиналған халыққа осы жәрдем ба, әлде бұл әдейі жолдан шалу ма? Кеше маған интернет желім арқылы нелерден аудандық аға фельдшерлердің шатына түсті. Бұл жерде жазыпты, старший фельдшер мен механикке ескертіңіздер дейді. Сотталып кетпесін дейді. Пара беру, алу, делдалық жасау ұсталса, заң алдында жауап береді дейді. Сонда бізде қандай пара? Біз сөйлегенім үшін бізді қамаймыз дегені ма бұл? Қалай сонда? Біз ішенке айта алмаймыз ба? Старший фельдшер мен механик дейді. Барлық аудандар кешегіде аға фельдшерлер айтты, сонда біз қылмыскерміз ба? Бұл қалай жазылған дейді. Бұл қайдан шыққан? Сонда біз құқығымыз сол ма? Маусым айында бардым іс сапармен Түркістан облысына. Содан бері қарай осы уақытқа дейін іс сапарым төленген жоқ. Главный бухгалтерге барамыз, Асқар деген. Ол кісі айтады, төленбейді қазір уақытта жоқ дейді. Ал еңбек шартта көрсетілген әр айдың 30-ы айлық түскеннен кейін түсет деген. Сонда маусым айының айлығы 30-ы әлі біткен жоқ па? Бүгін неше болды? 4 октябрь болды. Есептеңіздер, неше күн болғанына. Содан кейін біз облысқа барамыз, сонша қаражат кетіреміз. Басшы орында болады, бір кезде болмайды. Ал орында болса, күтіңдер дейді. Кабинетінде күткізіп қояды 2 сағат, 3 сағатқа дейін. Сонда басшының алдына кіру. Біз сонша километр басып келеміз, 300 километр. Түнгі уақытта келеміз. Түнгі уақытта қандай жағдайда болады? Соның бәрін ойласа, біз облысымызды Түркістанға қойған дұрыс елі жерге. Мақұл, басшымыз оны қалағанша, бізді кім ойлайды? Сонша жерге барып келеміз. Түнгі уақытта жаңағы жолақымыз қымбаттайды. Оны ойламай ма? Берген ақшасы жаңағы жолақыдан арзымас, тамағың бар, басқаң бар. Осы ұжым үшін ал кемесеңдер айлықтарың түспейді дейді. Сонда бұл қалай болған? Пошта арқылы жіберсең шешіледі дейді. Бұны қалай түсінуге болады? Осыны шешіп берсеңіздер. Еңбек демалысына біз шыққан кезде әр жыл енді уақытылы еңбек демалысы болады. Сол кезде бізде еңбек демалысына шыққан кезде
мына алдын Марқаш Мейірхан деген мырза келіп өзін таныстырған, және де сіздер профсоюз және кәсіподақтық мүшеге кірмесеңіздер, сіздерге лич пособия және әр жыл сайынғы біз еңбек демалысына шыққан кезде өзіміздің денсаулығымызды оңалтуға бөлінетін ақшаны егер кәсіподаққа кірмесеңіздер төлемейміз, алмайсыздар делген. Және кешеде біздің аға фельдшеріміз Түркістан облысына барған кезде, сол іссапармен барып келген кезде тағы да айтылған осы сөз, сіздерге лич пособия деген төленбей жатыр деген, сіздер профсоюзға кіресіздер, кірсеңіздер лич пособия төленеді, кірмесеңіздер төленбейді деген. Сонда бізді мәжбүрлі түрде сол кәсіподаққа кіргіземекен, адамға күш, зорлық зомбылық жүргіземекен осылай. Бұған кім жауап береді? Адам құқықтарын кім қорғайды? Сол кезде біз мысалы әр жыл сайын халық үшін, еліміз үшін, адамдардың денсаулығы үшін қызмет көрсетеміз. Қызмет көрсетіп, еңбек демалысына шыққан кезде өзіміздің денсаулығымызға жұмсалатын қаражатты бізге бөлмесе, ертең халық үшін қызмет көрсетіп жүрген өзіміз науқас болмаймыз ба? Осыған кім жауап береді екен? Кім жауапкершілікті қарайды екен осыған? Кейін осыны толықтырып кетейін. Бұл жерде профсоюз мәселесі өте не болып барады, қарап тұрған кезде профсоюзға кіргізу мақсат болып жатқан сияқты. Бұл жерде бізде қазір адамның бәрі көзі ашық. Бұл жерде профсоюздің төрағасы кім десек, профсоюздің төрағасы өрде сол мекеменің заңгері. Ал профсоюз деген ол мекемеге қарсы болу керек негізінде. Себебі профсоюз біздің осы қызметкерлердің ақысынан қаржыландырып отыр. Ал мекеменікі жаңағы заңгер отыр. Қалай осы кезде бір жағдай болған кезде, осындай міне түсінбеушілік болған кезде біз профсоюзға барсақ, ол мекеменің қорғайды ма, жоқ қызметкер қорғайды ма? Ол сондықтан өздері шешіп алсын да бірінші. Ол профсоюз давалады сөйтіп. Кейін бізде мынау осы уақытқа шейін жүргізушілер осы уақытқа шейін жаңағы отпускаға ақыл еңбек демалысқа шыққан кезде 30 айлық болатын еді. Ал қазір енді ұжымдық шартты, мысалы ұжым шартты біз өзіміз профсоюзымыз, өзіміз шеше береміз. Ұжым шартты біздің ешқандай қатысымсыз, бізбен ешқандай бір келісімсіз өздері ұжым шартты істеп қойған. Сол істеп қойғанның себебінен бұл мына келді де жаңа нені 30 күн жаңағы еңбек демалыстыны 24 күнге түсірген. Мейлі заңда көрсеткен, бірақ ол жерде заңда көрсетіліп тұр, келісім болу керек деп. Бұл жерде келісімсіз олар үстімізден шығарып қоя береді. Бұлардың мақсаты профсоюз деген, в общем, негізі барлық жерде қазір осы профсоюз мәселесі. Профсоюзға кіресің, ол ешқандай біздің құқығымызды қорғап жатпайды. Қаяқтан қорғайды ол? Мекеменің заңгері болып тұр. Қалай бізді қорғайды ол? Ол мекемені қорғайды керек қой. Сондықтан осыны шешіп алсыншы басшылар. Жоғары тұрған басшылар өтініш қараңыз. Кейін облысымыздың мынау өте жаңағы іскер мынау Шөкеев мырза, сізге өзіңіз осыны қадағаласаңыз өтініш. Облыстың барлық нәрсесіне сіз жауаптысыз. Осы мына ұжым болып тұр қазір. Ұжым осындай жаңағы сіз осы интернет желісі арқылы сіз көреді деп жатыр. Осы интернет желісіне мен жазам, жаңағы неге Фейсбукқа жазам, бірақ мынау недегілер жаңағы мені сотқа берейік, анау деп сондай мәселе туындап жатыр екен. Сотқа бере берсін. Менде ешқандай өтірік жоқ, дәлел. Міне ұжым тұр осы жерде. Сондықтан осы эконом ақша жоқ дейді. Ақша жоқ дейді. Соны қалай шешіп берсеңіздер ақша жоқ. Ақша жоқ. Қалай мемлекеттен ақша бөлінбей ме сол кезде? Осыны шешіңізші. Осыны шешіп беріңіздер. Осы мына ұжымның жедел жәрдем Сарыағаш ауданының ұжымы осы уәждерін шешіп тез арада шешіп беруді сұраймыз. Осымен шешіп беріңіздер. Осыны осы мәселені шешіңіздер.